Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін самсаның необычный түрін дайындайтын боламыз. Бұл рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құямыз, жұмыртқа саламыз, тұз саламыз, жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізіп ұнымызды саламыз. Ұнның барлығын салып жүрмеген дұрыс. Жаймен саламыз. Кейде көп болуы мүмкін, кейде аз алуы мүмкін. Сондықтан жұмсақ қамыр шыққанша саламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін алып екіге бөлеміз. Осылай шәрік етеміз екеуінде. Енді бірінші бөлігін алып, жұқа етіп 2-3 мм-ге дейін жұқа болғанша жаямыз. Осылай ортасына ара-арасында ұн сеуіп тұруды ұмытпаңыздар, себебі біздің қамырымыз жабысып қалады. Ерітілген сары майымызды біздің қамырымыздың үстіне құйып, жақсылап жағып шығамыз. Қамырдың барлық жері майлануы қажет. Ал енді екінші қамырды саламыз үстіне. Мен мұны артық жандарын алып тастадым. Тағы да майды жақсылап жағамыз, енді рулет етіп ораймыз. Ал енді начинкасын дайындаймыз, яғни салмасын дайындаймыз. Барлық көкөністерімізді осылай кубиктап турап шығамыз. Ең алдымен пиязымызды тураймыз. Барлығын ұсақтап турағандарыңыз жақсы, бірақ қатты ұсақ болып кетпесін. Картопымызды да дәл солай турап аламыз. Барлығын бөлек-бөлек ыдысқа саламыз. Куриный филе саламыз, немесе фарш болсын, ет болсын, әртүрлі заттарды, етті, кез келген затты қолдана берсеңіздер болады. Ол өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Ал енді жаңағы пиязымызды осы 3 начинкамызға саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Кішкене сұйық май құйып жүреміз. Менде бұл күнбағыс майы. Жақсылап араластырамыз. Ал енді тоңазытқыштан біздің қамырымызды аламыз. Бірнеше бөліктерге осылай бөліп шығамыз. Үстінен осылай басамыз. Қатты басудың қажеті жоқ. Үстін жауып, артығын алып тұрамыз. Ал енді бір-бірлеп осылай біздің қамырымызды жая бастаймыз. Біздің қамырымыздың шеті ортасынан жұқарақ болуы керек. Ал енді начинкасын салып бастаймыз. 3 қамырға 3-ін әртүрлі қылып саламыз. Біреуіне асқабақ, екіншісіне картоп және үшіншісіне тауықтың төс етін немесе өздеріңіз қалағаныңызша ет, әртүрлі заттарды саласыздар. Ал енді осылай видеода көрсетілгенде түйеміз.
противеньге пергамент қағазын төсейміз, немесе майлауға да болады. Үшеуін бір-біріне жақын етіп орналастырамыз. Егер жабыспай жатса, осылай ұштарын сумен сулап бірге жабыстырып жіберсеңіздер болады. Барлықтарын осылай жасап шығамыз. Яғни бізде үш начинка осылай бірігуі керек. Ал енді бір жұмыртқаның сарыуызын аламыз. Осылай бетіне жағып шығамыз барлық жеріне. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша күнжіт себуге де болады. Барлығын осылай орналастырып шығамыз. 180 градуста 30-35 минут дайын болғанша пісіреміз. Мінекей біздің дастарханымыздың көркін беретін, өте дәмді әрі ерекше көрінетін самсаларымыз дайын болды. Егер рецепт ұнаса, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Осылайша сіздер жаңа рецепттерді жіберіп алмайтын боласыздар. Сіздермен болған Ақнұр. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.